Жұма, ақпанның үшінде Алматы қаласында өтетін 28-ші қысқы универсиаданың кестесіне шолу. Керлингтен ерлер және әйелдер командалары арасындағы турнирдің топтық кезеңіндегі ойындары. Алматы арена мұз сарайы. Ойындардың басталуы сағат 9:00-де, 14:00-де және 19:00-де. Мәнерлеп сырғанау, ерлер арасындағы қысқа бағдарлама. Алматы арена мұз сарайы. Жарыстың басталуы 14:50-де. Конькимен жүгіру спорты. Медеу мұз айдыны. 11:00-де әйелдер арасындағы 5 шақырымға стайрлік жүгіру. 13:00 ерлер арасындағы 1000 метрлік қашықтық. Тау шаңғы спорты. Әйелдер арасындағы гигант слалом. Шымбұлақ тау шаңғы курорты. Алғашқы талпыныс сағат 10:00-де. Екіншісі 13:00-де. Фристайл. Жұптық могулдағы ерлер мен әйелдер арасындағы сайыс. Шымбұлақ тау шаңғы курорты. 10:30-да квалификация. Жеңімпаздар финалда сағат 14:00-де анықталады. Биатлон. Із қуып жарысу. Алатау шаңғы биатлон кешені. 12:00-де көшбасшы атағына әйелдер таласады. 14:00-де трассаға ерлер шығады. Қос сайыс, масс старт. Алатау шаңғы биатлон кешені және Сұңқар халықаралық шаңғы трамплиндер кешені. 10:00-де 10 шақырымдық жарыс. Оның нәтижесі бойынша 15:30-да трамплинде жүлдегерлер анықталады. Шайбалы хоккейден ерлер командалар арасындағы турнирдің топтық кезеңіндегі ойындары. Халық арена. 12:30-да Словакияға Канада құрамасы қарсы шығады. 16:00-де Ресей мен Жапония арасындағы кездесу. Ал 19:30-да Чехия, Қазақстан. Шайбалы хоккейден әйелдер құрамасының жарысы 5-тен 7-ші орындар аралығындағы жеңімпаздарды анықтайды. Балуан Шолақ атындағы спорт сарайының негізгі хоккейлік аренасы. 20:00-де Жапония және Қазақстан құрамалары кездеседі. Назар аударыңыздар. Ауа райының қолайсыз болуына байланысты кейбір жарыс түрлері резервтік күндерге ауысуы мүмкін. Толық ақпаратты универсиаданың ресми сайтынан ала аласыздар.